Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауыз ашарға жеңіл, өте дәмді сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Ең алдымен картоп, пияз, сарымсағымызды осылай аршып турап аламыз да блендердің көмегімен жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Майдалап ұсақтап аламыз, яғни және осыны фаршымыздың үстіне саламыз. Келесі кезекте картопымызды және сүтке жібітілген нанымызды саламыз. Негізі нанды сүтке жібітпей қойсаңыздар да болады. Сүтке жібіткеннен кейін міндетті түрде жақсылап тұрып сығып барып осы блендерға езіп аласыздар. Енді оны да осы жаңағы фаршымыздың үстіне саламыз. Енді үстіне бір жұмыртқамызды, дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды салып жақсылап тұрып араластырамыз. Бір келкі араласқаннан кейін видеода көрсетілгендей осы фаршымызды жақсылап ұрғылайтын боламыз. Енді осыларды майда-майда домалақ пішінге келтіріп шығатын боламыз. Міне барлығын осылай жасап алдым. Ендігі кезекте біз подливын дайындайтын боламыз. Ол үшін қазанымызға майымызды құйып, пиязымызды және сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Кейін үстіне картопымызды бір ас қасық томат пастасын салып, араластырып, 1-4 минут аралығында жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұзын саламыз, бір араластырып, үстінен суын құямыз. Енді осылай бір араластырамыз да, бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Не осылай қайнап шығатын болады. Қайнап шыққаннан кейін жаңағы дайындап қойған майда котлетшелерімізді осылай салып шығамыз. Қасығымызбен бір араластырамыз. Суға түскеннен кейін жай кішкене формасын бұзылатын болады. Ол ештеңе етпейді. Және де толық қайнап шыққаннан кейін үстінен осындай көбікшелер пайда болады. Соларды міндетті түрде осылай алып тастайсыздар. Және де астын басып, баяу отта 30 минут аралығында пісіріп аламыз. Минуттан кейін осылай пісіп шығады. Үстіне сарымсағымыз бен укропымызды салып, араластырып ұсынасыздар. Енді дәмі ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де фарштарыңыз майлы болатын болса, осы әдіспен жасап көріңіздер. Сорпаның дәмі де, котлетшелердің де дәмі өте ерекше. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісемін.